Армысыздар, эфирде саулықтың сыры бағдарламасы. Амансыздар ма? Біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз менің саумал хикаям деп аталады. Тұтынушыларымыз хикаяларымен бөліседі. Әркімнің өз хикаясы бар ғой. Иә, амансыздар ма тағы да бір рет? Бәрекелді. Енді сіздерді студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Өздеріңіздің хикаяларыңызбен бөліссеңіздер. Үнтаяқ, яғни микрофон бар. Микрофонды алып, мархабат, бастауға рұқсат. Өзіңізді таныстырып, қай қаладан келіп отырсыз? Одан кейін хикаяңызды айта беріңіз. Құрметті бауырлар, мен мына Түркістан облысы Ордабасы ауданынамын. 40 жыл жұмыс істедім. Талай нәрселер болды, депутат болдым. Анам оны керегі жоқ шығар енді. Ал енді менің мына саумалға келгеніме, мына 2 күн болды осы келіп, мына 2-ші күн айналайын мына болатыныме, оның мына істеп атқан коллективіне 1000 рахмет айтқым келеді. Неге дегеніңіз, бізде бұл дүниедегі, мұны Қазақстанда бірінші дүние жүзіндегі бұл саумалды енді қолға алып отырмыз. Біз Алла Тағала мына айтайын, әр уақытта жақсылық болсын, елде бірлік болсын деймін. Міне Алла Тағаладан сұраймын. Алла, мені берген мына дәріміні, мені шипасын бер. Алладан сұрап ішу керек. Әрбір нені айтқанда соны айтып ішсе, Алла Тағала айтар екен. Менің мына бәндем айтып атыр. Өмірінде бір айтпай ішетіндер де бар. Біз мұсылман, осындайдың бәрінің жақсы білуіміз керек. Елдің бірлігін арта берсін, жақсылық мәңгі болсын. Айналайын мына осы неміздің дүние жүзінде біз алға басып, осы жетекші Қазақстанның азаматтары болып жүре берейік. Айтқаныңыз келсін ата. Рахмет. Мен Қызылорда облысынан келіп отырмын. Менің саумал ішіп жүргеніме 5 ай болды. Есіңіз кім апа? Бейбіт Өтешқызы. Бейбіт Өтешқызы. Жасыңыз неште апа? 73-темін. 73-те. 100 жасаңыз. Шүкір. Мынау айтайын дегенім өзіме ұнады. Мен негізі ешкінің сүтін 3 жыл іштім. Осы жүрек ауырғаннан кейін. Енді саумалды телевизордан көрдім де бірден заказ беріп, 2 күнде әкеп берді. Жақсымын. Өтім шамалы азайды. Енді жаңағы жүрегім несі стенд бар менде. Жүрегімнің дүрсілі де жақсы болды. Не дейміз? Өркендерің өсе берсін, саумалымыз жақсы болып, халқымыз алып ішіп, барлықтарыңызға айтатын жаңағы алып ішіп, ем болсын. Ол дәрі емес, бірақтан адамның себеп қой, не нәрсе. Жақсы апа, енді айтыңызшы, өтке байланысты сіз саумалды іштім деп отырсыз, Сонда өтіңізде тас болды ма, әлде өтіңіз толды ма? Өтім толып кете береді. Сосын ұйқы безім дұрыс емес. Қазір енді ұйқым жақсы. Осы азанда 2-ін ішем, тамақтан бұрын, кешке жақын жатарда 2-ін ішем. Сөйтіп бастадым негізі өзім. Бірақтан 2 айға дейін ешқандай не болмады менде. Қазір енді өзгеріс бар ма? Өзгеріс бар. Өзім жеңіл сезінем. Басым айналып сөйтіп жүретін тұғымын. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Рахмет. Алғысым шексіз. Жалғастырайық, микрофонды жоғарыда отырған кісілерге де ұсынсақ. Айта беріңіз. Мен Ұлытау облысы Сатпаевтан келіп отырмын. Осы саумалдың арқасында үлкен нәтиже көрдім. Аллергия болдым. Есіміңіз кім? Есімім Гүлнар. Гүлнар ханым. 3 ай іштім осы саумалды. Соны аллергия болған. Не болды сонда аллергия? Сезбейтін бедіңіз? Аллергия, подозрение на крапивницу. Надо қолым, мойнымнан бастап. Бөртіп кете ма? Да. Осы саумалды ішіп. Ол аллергия мезгілмен болды ма, әлде? Мезгілді аллергия ма? Не сатына шықты, ыстықтан. Ыстықтан? Да. Содан давлением болған, давлением жақсарды. Ұйқы безім қазір жақсы ұйықтаймын. Осы саумалдың арқасында осындай нәтиже көрдім. Бәрекелді. Қайдан естіңіз бұл саумал жөнінде? Сіздің рекламаң. Жарнамадан? Жарнамадан. Теледидардан көріп. Жалпы негіз мен айтқаныма сенесіз бе? Сенгесін алып осындай нәтиже көрдім. Сенем, конечно. Жалғыз өзіңіз ішесіз бе бұл капсуланы? Жалғыз өзім қазір уже қызым да ішетін болды. Қызыңыз нешеде? Аида тоже. Қазір менен көріп қызым да ішетін болды. Немерелерім де ішіп жатыр қазір. Алла берген 21 немерем бар. Қандай керемет. Көбейе беріңіздер. Рахмет. Құрметті көрермен, егер сізде тапсырыс берем, нео саумалды ішіп, денсаулығымды түзеймін десеңіз, сонда төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Біздің орталықтың мамандары сіздердің қоңырауларыңызға жауап береді.
тапсырыс берген жағдайда Қазақстанның кез келген жеріне тегін жеткізіп береміз. Ал жалғастырайық, айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік сіздерді. Мен Ақтөбе қаласы, Гүлзат Әбдіғалиқызы. Мен сауалмалды осы 4 ай бұрын бастадым. Себепкер болған менің ойнамалы давление дейді. Ойнамалы давление. Қан қысымыңыздың демек ойнап тұрады. Даусыңыз шығарып айта беріңіз. Со демалған уақытта телевидение көреміз. Телевидениеден сауалмалдың передачасын сіздердің көріп заказ бердім. Астындағы номер бойынша звондап трубканы Айжан тапсырыс бердік. Айжан, Мира, рахмет сіңілдеріме. Постоянно жағдайымызды біліп тұрады. Ішкеннен кейін 1 айдан кейін нәтиже бізде давлениені тоқтатты. Сонда қан қысымыңыз бірде төмендеп көтеркенде бас көтерткізбей ауырады. Жұмыста жүреміз постоянно. Бізде жұмыста жүрген кезде өлшенеміз. Өлшенген кезінде қан көтеріліп тұр дейді. Көтеріліп тұр, бір ескі төмендететін давление дәрісін ішсе, қайттан түсіп кетеді. Сондай жағдай болды. Сауалмалдан кейін 1 айдан кейін нәтижесі норматив. Қан қысымыңыз демек бір қалыпты дәрі ішпейсіз. 90-да басқа дәрі ішпеймін. Қанша қан қысымыңыз? 90-да жетіп өзім нормамен жүру керек. Негізі 120-ға 125-ке көтерілсе мен өзім жүре алмаймын. Өзім нормативім. Жақсы. Сіздерге көп рахмет айтамын. Осы 4 айдың нәтижесін көріп, сіздерді көріп, сіздердің өнімнің шығып атқан заводын көріп, өте қуаныштымын. Денсаулық, бірінші байлық денсаулық, дендеріңіз сау болсын. Біздің қазақтың жігіттері сау болсын. Осындай дәрежеге көтеріп атқан біздің қазақтың елінің өзі, батырлардың бәрі қазақтың жігіттерінен шыққан. Әрқашанда осы Нью сауалмалы биіктен көріне берсін. Отбасыларына амандық, әрқашан денсаулықтары мол болып, үлкендеріміз аман болып, ойнап күліп жүре берейік осылай. Бәрекелді, жақсы. Әрмен қарай жалғастырып ішеміз. Жолдасым отыр, ол да менімен бірге ішіп жатыр. Ішеді өзімен 1 айдан кейін, уже бұл кісінде. 1 айдан кейін? Өз жалғастыруда 3 ай болып болды. Мен 4 ай болса, бұл 3 ай болды ішкен. Ағамыздан сұрайықшы, микрофонды беріңізші. Аға, сіз енді тексерістен өткіздіңіз бе? Бірінші, яғни тапсырыс берді өзіңіздің жолдасыңыз 1 ай ішіп жүрген кезде сұрап бір неткен шығарсыз? Не ішіп жатсың? Мынау не мынау? Дәт мынау ішіп жатқаның құжаттарын тексердіңіз бе? Өзі айтты, саумал несін жаңа неге беріп, соны алдырдым, қазір нәтижесі жақсы деп. Содан кейін мен де буындарым ауыратын еді ғой. Ұйқысыздану, жаңа мазасыздану сондай. Сосын мен де ішіп соны бастап едім. 3 айдай болды. Нәтижесі өте жақсы. Бастапқыда жеңгем сізбен ақылдасты ма, әлде ақылдаспай ала салды ма? Әрине ақылдасты. Батыстың қыздары сендерге ойнапсыңдар е. Ал құжаттардың барлығын тексеріп көрдіңіз бе, өзіңіз көзіңіз жеткіздіңіз бе? Қарап, жеткіздік. Ешқандай күмән болған жоқ па? Жоқ, ондай күмән болған. Ағамызда пысық қой, қарашы. Бірінші әйеліне ішкізіп алды да, бәрі дұрыс болса, одан кейін көрерміз. Кім білет не боларын алдағы уақытта. Қазір енді қалай буындарыңыз? Нәтижесі жақсы қазір. Нәтижесі жақсы. 3 ай іштім, қазір жақсы. Ұйқым да жақсы, норма бәрі жақсы алып жатыр. Сол сергек жүресі. Сенмен айталам жақсы екенін, таза, шынайы екенін айталам. Көзімізбен кешеден бері көріп, заводқа барып, несеп, сіздермен барып, бәрі көріп, несеп атырмыз. Жасымыз 54-те, Ақтөбенің тұрғынымыз. Қасқа жаттас қой мыналарың, иә. 54-те бар жоғы. Келіншегім 49-да, өзім 54. Келіншегің сізден қайда жас көрінеді. Алдын ала ашып жатқанымыз ғой. Алдын ала дайындалып жатсыздар ма? Ай, қартайғыларың келмейді я. Бәрекелді. Рахмет сіздерге. Керемет, жұттарыңыз жазылмасын. Ауырып еміз демек қой. Одан да ауырмайтын жол ізде. Нео саумал сіздердің дерттеріңізге шипа ем болсын.